кешіріңіз, сізге көмек керек пе? Маған керек емес. Мүмкін болса, маған көмектесуіңізді сұраймын. Не болды? Мен кеспе жедім, бірақ әмиянды үйде ұмытып кеткенім белгілі болды. Маған қарыз бере аласыз ба? Мен өтірік айтпаймын деп ант етемін. Мен қонақ үйге қайтып келгенімде, мен оларды саған әкелемін. Сен қайда айтасың? Жарайды. Мен қолымнан келгенше көмектесемін. Сен қайдансың? Мен басқа провинцияданмын. Саяхаттап жүрмін. Тағы біраз алыңыз. Ақшасыз қонақ үйге қалай жетуге болады? Такси шақыр. Бұл жеткілікті болуы керек. Ал сенше, менде бұл жерде бір арба манго бар. Менсіз емес. Сабыр етіңіз, сататын бірдеңе бар. Иә, бірақ сен маған барлық ақшаңды бердің. Мен сені қайдан табатыным әлі белгісіз. Уайымдама, маған да адамдар көмектесіп жатыр. Сен мені мүлде іздемеуің мүмкін. Сен неге сонша мейірімдісің? Мен саған айтамын. Жаратқан ие менің аяғымды мақұлдап, көптеген жақсы адамдарды жіберді. Білесің бе, ақшаны қайтарып ал. Олар саған керек қой. Жоқ, мен қалжыңдадым. Қалжыңдадың ба? Иә, мен сені жолда жаңбыр астында келе жатқаныңды байқадым да, жақындауға бел будым. Жоқ, бәрі жақсы. Мен таңертең әлі жаңбыр жаумаған кезде шықтым. Манго сату үшін базарға баруым керек. Сенде манго өте көп. Мен бұл манголарды өз жерімде өзім өсірдім. Өзің бе? Иә, көріңіз, кешіріңіз. Жоқ, ештеңе, бәрі жақсы. Шынымен дәмді, өте тәтті манго. Бір келі қанша тұрады? 3,5 юан. Бұл нарықтық баға. Бір күнде бір арба сатасың ба? Жоқ, өкінішке орай, бәсекелестік жоғары. Мен барлық өнімді сирек сатамын. Арбаңда неше келі бар екеніңді өлшей алмайсың ба? Сен мұны маған деген аяушылықтан істеп жатырсың. Солай ма? Маған олай қарамауымды өтінемін. Білесің бе, маған манго қатты ұнады. Шынымды айтсам, сыртта жаңбыр жауып тұр. Бәрін тез сатуға көмектесуге рұқсат етіңіз. Сіз шынымен бүкіл арбаны сатып аласыз ба? Иә. Сен осында бәрін реттеп жатқанда, өлшеп ал. Мен қашып кетемін.